Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан керемет болып шығатын трубочкидің рецептісімен бөліскім келеді. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қамырын илеу үшін бізге електен өткізілген ұн, мұздай сары май, газдалған минералды су және бір жұмыртқа, тұз, үккіш керек болады. Үккіштің көмегімен сары майды ұнымызға аунатып, жақсылап өткізіп аламыз. Сары майымызбен жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін осылай тез-тез үккіштен өткізген сайын ұнға аунатып аламыз. Үккіштен өткізілген сары майымызбен ұнды біріктіре отыра крошкалар дайындаймыз. Жақсылап қолымызбен араластырамыз. Мінекей ұнымызбен майды біріктіргенде осындай әдемі крошка шықты. Газдалған минералды суымызбен тұзды араластырып, жұмыртқаны қосып, жақсылап қамыр илеміз. Әр ұнның сапасы әртүрлі болғандықтан, ылғал тартпайтын ұндар болса, қамырымыз бостау болып қалуы мүмкін. Сондықтан сұйықтығымызды мейлінше 2-3-ке бөліп құйған жақсы. Егер қамырыңыз әдемі, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып иленгенін байқасаңыз, сұйықтықты ары қарай құюға болмайды. Егер көп құйып қойсаңыз, бос болып қалады да жайылуға ыңғайсыз болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде қолға жабыспайтын жұмсақ әдемі қамыр иленіп шықты. Осы қамырымызды 2 зуалаға бөліп, холодильникке 20-30 минутқа демалдыруға қоямыз. Қамырымызды міндетті түрде целлофанға немесе пищевая пленкаға орап қоямыз. 20 минут 30 минут холодильникте тұрғаннан кейін жақсы демалып, майы сіңіп, жаюға ыңғайлы болады. Қамыр тез салқындау үшін осы целлофанға салғаннан кейін мен қолыммен сәл-сәл жайып қойдым. Менде жарты сағат тұрды. Осындай конус трубочкаларға орап пісіретін боламыз. Қамырды ұнның көмегімен орташа жұқалықта жаямыз. Қатты жұқа қылып жіберуге болмайды. Піскеннен кейін трубочкалар сынып кететін болады. Қамырымызды мантының қамырынан сәл қалыңдау етіп жаямыз. Және де ұзындығы 30 см жолақтар кесіп шығамыз. Осындай ұзын жолақ етіп кесіп шыққан ыңғайлы болады. Бір конусыңызға толықтай жететін болады. Енді конус трубочкаларымызға ораймыз. Орар кезде мен ештеңке жаққан жоқпын. Жақпай қойсаңыз да болады, себебі қамырдың құрамында май болғандықтан жабыспайды. Конусқа осылай орар кезде қамырдың аралары бір-біріне жақын оралу керек. Егер ашық қалып кетсе, ыстықтан қатты ашылып, крем құюға келмей қалады. Осылайша конустарымызға әдемі етіп орап шығамыз. Бір зуала қамырдан 20-22 штук трубочки шығады. Осы кезден пешімізді 180 градусқа қыздырып қосып қоямыз. Және бетіне одан сайын әдемі болу үшін жұмыртқа жағамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Осы трубочкаларым пісем дегенше мен 2-ші зуала қамырымды жайып, дайындап қоямын. Міне, менде осылай 12 минуттың ішінде пісіп шықты. Пісіп шыққан трубочкаларды конустарынан ыстықтай босатқан жақсы. Суып кетсе, жабысып қалатын болады. Пісіп шыққан трубочкаларды бөлек үлкенде ыдысқа салып қоям, тез суысын деп крем құюға дайындаймыз. Сол қызып тұрған пешке 2-ші зуала жайып дайындаған трубочкаларымды пісіріп алатын боламын. Пісіп шыққанша мен кремімді дайындаймын. Салмасын дайындау үшін салқын творожный сыр және қантты бір келкі масса болғанға дейін миксерлеп шығамыз. Қант ерігенше жақсылап миксердің жылдамдығын қоса отырып 4-5 минут шамасында миксерлеймін. Массамыз бір келкі болғаннан кейін ғана міндетті түрде салқын сливки қосамыз. Егер сливкиміз салқын болмаса, крем дұрыс шықпай қалады.
Сливкимізді қосқаннан кейін 3-4 минут шамасында жақсылап тағы да жылдамдықты қоса отырып миксерлейміз. Сливки қосылғаннан кейін шамадан тыс миксерлеуге болмайды, креміміз іріп кетеді, және өзінің осылай формасын ұстайтын жақсы крем болғаннан кейін миксерді тоқтатамыз. Екінші салған трубочкаларымда пісіп шықты, барлығын ыстықтай босатып, бөлек ыдысқа салып аламын. Енді дайын болған кремімді кондитерлік қапшыққа осындай закрытая звездочка насадкасын салып, кремнің жарты бөлігін ғана кондитерлік қапшыққа салып, қалған бөлігін холодильникке қоя тұрамыз. Кондитерлік қапшықтың ұшын кесіп алып тастаймыз және міндетті түрде суыған трубочкаларымызға орнататын боламыз. Салмасы міндетті түрде творожный сырдан емес, өзіңіздің қалауыңызша вареная сгущенка немесе ақуыз бен қанттан соғылған крем болса да жарайды. Осылайша холодильникке салып қойған екінші бөлік кремімізді салып, барлығын орнатып шығамыз. Мен жасап көрген рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, сізге ұнайтынына сенімдімін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай трубочкалар ауызға салса еритін керемет болып шығады. Мен әсемдік үшін қанты ұнтақты сеуіп шықтым. Бұл бірақ міндетті емес. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бір жасағаннан дәмді керемет болып шығатын трубочкаларды жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.